Moped айдағым келмейді, мотоцикл айдағым келеді, бірақ бойым жетпейді, бойым кішкентай десеңіз, онда Bamix мотосалоны оның шешімін тапты. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгін бізде шолуда әкесі Enduro, шешесі Classic X3 моделі. Enduroға да ұқсайды, Classicке де ұқсайтын X3 моделі. Моторына келетін болсақ, моторы 250 кубты, цепной мотор, балансировочный валы бар, 166 FMM. Сондай ма, кіз көріп ойын? 166 FMM мотор. Және де бұның алдыңғы защиткалары бар, ерекшеленетіндері. Алдында темір защитка, және қолдың нержавеечный защиткалары, артының защиткалары, шірімейтін темірден салған. Мынандай әдеттегідей, классиктердегіндей қоржын салатыны. Сырты осындай пластмаспен қапталған Enduranг сияқты. Және бактың сыйымдылығы 14 литр, 250 кубты болғандықтан бұл 3 литрға дейін жейді 100 километрға. Және алдарыңызда руль, айнаның дизайны бөлек жасалынған, читок приборы жартылай электрондық, жартылай механикалық тұрғыда жасалынған. Оң жағында тахометр механикалық тұрғыда, спидометр көрсеткіші электронды тұрғыда, және бензин көрсетеді, электронды болып. Сөйлейді еще, зажиганияны қосқан кезде сөйлейді, және оңға солға поворотын жаққан кезде сөйлейді. Айта кететін жағдай бұның фары билет лампочкасы, дальний ближний және габариттері бар үсті жағында. Және мына жерде цеп қаңылтырмен қапталған, ештеңке орап кетпейді. Амортизаторлары қос пружиналы, қарасаңыздар, ішінде қызыл пружинамен, сыртында қара пружинамен. Бұл жерде алдыңғы дөңгелегі 18 размерде, титанковый дискімен, тормоздары колодкамен жүреді, диски бойы бұл. Және артқы дөңгелегі дәл сондай 18 размерде, титанковый дискімен. Артқы фарлар диодты фар болып жүреді, қазір күн жарықтан көрінбейтін шығар сіздерге. Тормозында тормозной лампочка жанады. Және оңға солға бұрылғы шамы. Бұның бойы кішкентай, бойы орындыққа дейін 80 сантиметр болады шамамен. Ұзындығы 1,5 метр. Өте қысқа. Және өте кішкентай болып тұрып, 250 кубты цеп мотор болғандықтан тартыс сұмдық енді. Тартысын бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Көрсеткім келіп тұрды. Бұда да автозавод сигнализациясы бар. Былай қарай жүріп көрсетеме. Тартысты қарасаңыз. Тартысы деген сұмдық әкетіп тұр енді. Цеп моторын аты цеп моторы. Күші деген мықты. Ауылдық жерге алсаңыздар да, қаланың ішінде жүрсеңіздер де керемет. В основном ауылға малдың алдына шыққанға керемет мотоцикл ғой. Тағы айта кететін, алдыңғы крылолары пластмасс, майыспа болып жүреді. Бұл жерде глушителі оң жағынан астында орнатылған, сыртында осындай қаңылтыр темірі бар, аяқ күйдірмес үшін защитка болып жүреді. Бұл да как-то нержавеечный темірмен. Және мына жерде аккумуляторыңыз өліп қалған жағдайда кикстартер бар, аяқпен теуіп оталдыру жүйесі. Сол айтатындай өздері ұялас 4 түрі бар. Бұл X3 моделінің. Алып үлгеріп қалыңыздар. Міндетті түрде каналымызға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып, және де комментарий жаза кетіңіз. Өзіңізге ұнаған, ұнамаған, қандай түстері керек, қандай түстеріне шолу жасайық, қандай жерге бар жасайық, кез келген комментарий жаза беріңізші. Өтініш, любой бір точка болсын қалдырып кетіңізші комментарийға.